мен таңғалып отырмын да, керемет мынау хикмет қой ол да былай қарап отырсаңыз. Маған зікірде қабылбата келіп, енді аталар ғой соның ұрпағы жаңағындай маған хабарласып тұр. Бар нәрсені ол неге? Мысалы, сен егерде соған енді ақылың егерде кемде болатын болса, оған мән бермейсің да. Мына ақыл дегеннің өзі осылайдан дамиды да, Алланың әр нәрсенің бостан босамайтын себебін танып отырасың да. Көрдің бе, хикмет қой енді оның бәрі. Ол қалай сонда Қабанбай батыр белгімен келді, артынша соның ұрпағы хабарласып жатыр. Сондықтан мына өмірдің өзі, мына тіршіліктің бәрі сен хикметін анықтаған сайын өмір мәнді болады да. Ана өмір жалған деген, жалғандығының несін сен осыдан бір не қыла бастайсың, ашыла бастайды. Әрбір сенің өмірің, әрбір бір хикметке айналу керек. Хикмет. Күнде егерде сен хикмет көрмесең, онда тоқтап қалған. Өзім сол кеше соған таң қалдым. Қалайша маған осылай. Кейін көбінде былай келе қоймайды ғой аталар. Мен былай кеше өзім зікір оқып отырып, соны көріп отырмын. Сондықтан қазіргі сендерде тағы жетіспейтін нәрсе, осы хикмет жағынан көбісі соны көп айтылмайды, түсінбейді. Не нәрсені хикметін сұрау керек. Қандай мысалы кешегі бұлай болу керек еді да енді. Мысалы Айболат сол нені көрсетті ғой. Бастады ғой. Мен енді осындай мен сөйттім, енді ана хайфаны алу керек та, анау Мәрварға барсын дедім. Соның хикметін айтса, хикметін дәлде. Хикметі бар ма? Хикмет жоқ па, онда ол шайтаннан. Ол бізден де. Бәр нәрсенің хикметі болу керек. Қандай бір жасаған айтқан нәрсенің хикметі. Сондықтан енді оған біз енді келеміз. Көрдің бе? Ана қазақта айтқан дәстүрдің озығы бар да, озығы бар, тозығы бар дейді ғой. Ол тозығы не, озығы не? Қазақтың дәстүрінің бар ісінде ол хикмет тұрады да, егер де онда хикмет болмаса, ол тозғаны. Болды. Хикмет жоқ па? Тозған. Сондықтан қазір айтып отқан, пәлен әулие сүйдеп айтыпты, мынау айтты, Алланың келіп бүйтіп айтты, егер де оған хикмет болмайтын болса, онда тозық. Ол енді ол қазіргі бүгінгі қанға дәл мына іске жарамсыз деп табылу керек та бұл. Біз тықпалай көреміз да, бұрын сөйткен екен бұлай деп. Енді сондықтан енді қазіргі әр аяттардың өзінде айтқан кезде оның хикметі бар. Осы хикметін түсінбегеннен кейін қазіргі біздің бар нәрсе келіп соған келіп тіреліп тұрды. Мысалы, Худ сүресінде мен айттым 109-шы аяттағы, олардың Мұхаммед, олардың табынғанынан бойынша күдікте болма. Олар бұрын ата-бабаларының табынған сияқты маған сыйна, сыйлықтарын береміз деп. Енді соның айтты, ол хикмет тұр ғой. Хикмет тұр ғой соның. Мен соны талай айттым, мен сол табынатын бір мен хикмет бар дедім. Ал мақұл дедім, мен табынғаным мен бір айттым да, мақұл, мен табынам дедім. Мен Райымбек атаға табынам. Оған ешқандай да, мен осы жаңа ғана мен зираттап келдім, табынып келдім дедім да. Табыну деген не мен? Мен сол Райымбек ата сияқты Алла тағала маған сондай бір сол Райымбек ата сияқты мен жалғансам деген. Яғни мен алыққанда Алла тағала мен артында мен не үшін табынмын? Райымбек атам болған мен қызметші қылып отырмын дедім мен. Мен сөзім жеткізсін бір. Табын деген сол. Табын. Яғни Райымбек ата ол Алланың алдында маған қызмет жасайды. Мен оған емес. Мағұл көрдің бе ол? Солай қойғанда мінекей. Себебі неге? Маған қызмет, мен Құран оқып отырмын. Алла тағала Құран оқуды маған беріп қойып отыр да. Райымбек атаға емес, Құранды маған беріп қойып отыр. Көрдің бе? Сондықтан мен сол Құранды пайдаланып, Алланың бұйрығын орындап, мен Райымбек атаға барып, табынып келдім деп. Осыны айттым да. Міне, ұғым сонда тұр ғой. Құранды да солай. Себебі менің тілегімді, немді Райымбек атаға жеткізеді деп мен табынып отырмын деп. Сөйтім, жоқ, ол дұрыс емес деді да, сосын жарайды дедім. Онда келсейік дедім. Сен қазір енді жұрттың көзін істей алмайсың. Бұлайша тағы өзің нең жіберетін, сен үндеме дедім, ешкімге білдірме, екеуміз ғана білейік дедім да. Сен Райымбек атаң бар, және мен барды, бір бұрышына барды, мен саған табынбай, мен сенбеймін деді, бір түкіріп кетті дедім да. Қолынан келе ма деймін, шошып кетті. Жоқ дейді. Неге деймін? Қорқамды, қорқсаң онда сен табынып тұрсың ғой енді.
Адам қорыққанда да табынады дедім. Сен қорқып тұрсың, табынып қойдың енді болды. Жоқ, мен оны істей алмаймын дедім. Енді сен дәлелдесеймін. Ол хикмет қой енді. Екеуміз сол хикметке жүгінейік деп. Істей алмайды, қорқады. Қорықтың ба, сен енді сол табынып тұрсың ғой. Сен айтады да, ана жынмен қорқытады да, сен жыннан қорқсаң болды, сен жынға табынғаның. Қорықтың дегенше сен табындың соған. Көрдің бе? Адам не үшін? Ол Аллаға жақындастырады деп қорқады. Я маған жаза береді деп онда. Сен қорықтың ба? Енді қазір, енді мына имамдардың бәрі билікке табынып отыр, қорқады ғой. Орнынан айтып қалам деп қорқады. Бала жазалайды деп қорқады. Құдайдан қорқпайды, олар биліктен қорқып отыр ғой. Құдайдан қорқса, оны істемес еді ғой. Міне, ол табынған емес пе енді. Өздері сөйтіп табынып, Аллаға ортақ қосып отырып, енді біздер солай деді. Меніңше ол кісілерге де көрсетеді ғой. Көрсеткенде бірақ олар қорқады. Көрсететін арасында көрсететін, бірақ оны ұмыттырып жібереді, оны жауып тастайды, теріс көрсетеді сосын көбінесе. Көрдің бе? Оның бәрі басқа бәле тілден дейді. Ана маңдай көз сорланып қалғаннан кейін, маңдай көз ашық болмаса, маңдай көз ашық емес адамның көрген тесінде жалғандық болады. Естеріңде болсын. Бізге қазір осы қағиданы қалайда осы қағиданы біз дәлелдейміз. Кімде маңдай көзі ашық болмаса, онда жалғандық болады міндет. Оның көрген түсінде де, оның аянында да бәрі жалғандық болады. Сондықтан ол маңдай көзі ашық пен бірлікте болу керек. Қазір менің өзімде де мысалы, майда шидалардың бәрі мен көрсеттігім болмайды. Ол міндетті түрде маған хабар келеді жан-жақтан. Мен салыстым. Яғни мен ешқашанда біреуден тікелей қайда соны дұрыс екен деп қалмаймын. Жақсы қабылдаймын. Сосын күтемін екінші жағын. Я өзіме көрсетеді, я басқаға ет, я батадан түседі. Сосын барып мен оны қабылдаймын. Мынау дұрыс. Ол келмесе, онда күтемін. Мүлде неғын кезде күмән болса, онда мен сұратамын. Сұратамын Құраннан. Сұрашы деп мен. Сондықтан қазіргі жағдайда, енді осындай жағдайда Айнұрдың жауапкершілігі күшті. Себебі қай сұраққа ол жауап беру керек та, сосын үнемі Айнұрдың жаңағы сол ескерту алып деп отырып, қадағалауды отырмаса, мен болмаса сенбеймін. Тағы болмайды. Міне қазір қиындық сонда да, сосын менің маңыма келгендер сол қадағалап күшеп келген кезде болды, қиындап кетеді да. Гүлзиян да сондай маңдай көзге шығасы Қанипа сияқты, бұл екі адам шығарсам дегенмен, біреу Гүлзия, біреу Қанипаны алып келді. Енді бұл неге мына осындай не кетті, Ақылдан ашылды, соның бәрі аққу, ол аққу деген ол Ақылдың келді өзі сыйлай салған бір не сияқты болады да, мен дейді, мөр алдым, мен аққумын дейді. Ол аққу емес. Құдай ғана бекітсе ғана болады да, Құдай көреді. Оны дәлдеу керек қой, хикмет болу керек қой. Хикметсіз, оны мен аққумын, мен сұңқарым, мен бәрін арқымын. Осыған соққы беру үшін кезінде ол дайындады, осындай жағдай болды, бірақ енді оны жоғалтып алдық қой. Енді қазір мүмкіндік болғаннан кейін, соған енді Қанипаны жақындатып қалған кезде, алды көрдің араға бірден кірді, апыр-топыр кіріп қалды. Қазір төмендеп қалды. Бірақ енді ол үшін енді Қанипаны мен қылмайды, енді Қанипа соның сынынан өтті ғой, солай өту керек. Менің жоспарым болса, бұл уақыттарда Қанипада басқа деректер шығу керек, жалғану керек, түстері сондайға келіп қалып еді. Онан шегіндіріп қойды. Жарайды онда. Бірақ енді негіз бар ғой, бұдан біз іштен ұтылған жоқпыз, бірақ айналып келгенде сынақтан өтті, Қарақас батырдың басы көтерілді. Көрдің ба? Бір себеппен Қарақас батырдың басы көтерілді, билік салды, келді, қазір осының бәрі Қарақас батыр, яғни соғысқа бір батыр қосылды. Ол пәленнің атасы, түгеннің атасы, мейлі ол. Ертең шапыраштата көден, басқа өдірсін, біз қазақ бір болғаннан кейін бәрі біздің атамыз бол. Солай он болу керек та. Қазір мен сал ана Адайдың ұрпақтарынан көрі, мен соған көбірек ниет болдым, Адай атаның басын көтеруге. Бірақ енді оған бәрі кілт өзінің ұрпақтарында тұр ғой. Олар көтерілмей жатыр. Олар көрінен көрі, оларға Адай атаның басы керек болмай жатқан жоқ. Оларға қазір көшеге шығып Адайдың бәрі ұрпақтары. Адай ұрпақтары көтеріліп жатыр, мақтанып жатыр да. Көтеріліп жатқан жоқ, жынданып жатыр олар. Бізге дейді, ана билікті өйтсін, бізді кетсін, ана біздің астымыздағы мұнай дейді да мынау. Астында мұнайды көріп тұр, төбедегі Құдайға неге қарамайтын таң қаламыз ол. Ақсақал айтып тұр мынау. Осы бірлік дейді, көшеге шыққан дейді. Құдай сол мұнай тоқтатып қойса ертең, сол жерге ертең малдарын қырып тастаса, не істейді сонда соны?
Құдайға түкке де тұрмайды ғой. Не деген масқара, Құдай береді оның бәрін. Осындай жағдай болып жатыр мінекей. Қазір мінекей сондықтан сол қазір өзімізбен ата жолының ішінде өзіміз соғысады. Қалай сонда олар ойлап отқан жоқ. Айналып келген осылардың бәрі нәтижесі халықтың бәріміздің басымызға түсетін сынақ екен. Бәріміздің басымызға түсетін сынақ екен. Олан қазір мені мазақтап отырды. Ана шал өйтіп, ана етеккірін неғып, ол батасыз қалып отқан жоқ. Ертең ұрпақтарды батасыз қалып, соны ана жүктердің бәрін жинап, қарғыс басына жинап алып отыр да. Ол мен қарғап отқан жоқпын, қарғыс солай жаратып қойды. Болды, бата жоқ. Ал батасыз деген болды, көрейсің. Міне осындай, сонда анау отырған сол қатындардың, ана әйелдердің осы туатын олар өздерін мас қой енді, білмейді, жәндіктеніп кеткен. Оның әр сөздің сұрауы бар екен. Қазір енді өзіміздің арамызда қарап отырсам, сендердің анау өздерің іштеріңде тұр да. Бір-біріңменен қуат алмасу. Соған анжалса, бірін-бірін жек көріп, кәдімгі неғып шыға келеді да, әр қайсысы мен өзім білем дейді да. Өзім білем, өзім қалай да мен соны меңгерем дейді. Ешқашанда Құдай оған жазбаған. Сен қалай да сол бір-біріңді кешіре білуің керек. Бір-біріңдің жақсыңды асырып, жаманыңды жасырып, сол бір-біріңмен сол арқылы ғана қыласың сен. Басқа жол жоқ. Қазір айтсаң, бәрі өз білгіш. Тыңдап, кейде бір сөйлетіп қойып тыңдап отырсам, анау жаман, ананың пәленшесі жаман, басың ауырып кетеді да кейде оны. Ол бір жақсы адам қалмайды, ойлайсың, бұл өмірде жақсы адам қалмаған ба соның ішінде. Анау жаман, сонда өзі жақсы сонда айтып отқан адам. Өзі жақсы болып отыр ғой. Бұл да осындай бір кезең. Әл сөйтіп көрсетіп қояды. Көріп келдік қой сол. Осы көріп келдік. Жұрттың бәрін жамандығын көрудің өзі көріп келдік. Жақсысын көрсету. Ол міне Құдайға жақындау. Құдайға жақындасаң, жұрттың бәрін жақсылығын көріп отырасың да. Жақсысын көріп отырасың. Жамандығын айтсаң, соны тыйсын деп қана айтасың да. Ананы тыйс екен деп айтасың. Сондықтан қазір айналып келгенде бәрі хикметке кетеді. Хикметті қазір түсінбегеннен кейін бәрі айналып келгенде әлі алда осы енді 7 айдай арпалыс болады. Әлі бұл сөздер айтыла береді. Осылай өзіндерін еліктен өте береді. Сол айтылып жатқандар көбісі тым ауыратып жатыр, ауырып жатыр. Соны тұрып алады да, сосын қайттан жалған, қайттан бастайды. Сөйтіп ер кезек 3-ке дейін де сосын көбісі қыршыннан қиылады. Неше түрлі аурулар қайттан көтеріледі. Кезінде емшілерге бардым, жазылып кеттім деген аурулар қайттан шығады. Өйткені ол не бар, сүйекке қайттан қуат, мысалы ауруға, ауру ғой, оған жан енесі табан кезде ауру ола бастайды. Жан ене бастаған кезде, қуат ереді, жандана бастаған кезде. Сол кезде қара қуатты береді да, ұйықтатып тастайды, болды. Гипноз ғой. Сол емшілік деген сол қазіргі. Себебі бұрынғы емшілікті бұрынғы салыстырған, бұрынғы емшіліктер ол қуат өткізе білетін болған, ол таза болған бол. Бұрынғылардың бөлек болған, ол тамағы да, ішкен асы, сөйлеген сөзі, оның бәрі бөлек еді да. Қазір сен арамның арасында жүріп, қалай емші боласың сен? Оның бәрі өтірік нәрсе бол. Сосын енді бұрынғы емделетін адамның өзі біздің қазір сап-сау біздерден артық еді. Олардың ауруы бөлек бол. Мысалы, кезінде біз бала болып өстік қой, ауылда ешқандай 30 шақырым, оның бүкіл жаңағы сапқозы 2-ақ машина бар, оның өзі батпақ жүре алмайды, тұрып қалады. Ылғи трактор ғой, 30 шақырымға дейін барып келу үшін көбінесе жаяу баратындығын. Сырдария мұзды басып кетеді, көпір не оққан. Сонда енді қазір заман ойлап сол кезде бір медпункт қана бар да. Онда кез келген біреу әйтеуір медицина хабар болады, укол салатын болса болды, солар болды, басқа ештеме жоқ. Сосын кемпірлер өздері тудырып ала береді. Ешқандай сенің жедел жәрдем деген жоқ. Ауру да жоқ сол кезде. Ауырмайды жұрт сонда. Ауырған жоқ сонда. Шынымен ауру деген болған жоқ бізде. Сосын барлық бүкіл денің барлық аурудың емі аспирин тұғын. Аспирин іздеп кетеді да. Бас ауырса да аспирин, тіс ауырса да аспирин, іш ауырса да аспирин, бәрін аспирин бар. Болды. Соны жазып кетеміз сонымен. Ол сондай болды ғой, сол заман өтті ғой. Енді қарасаң, қазір барлық ауру, қазіргі ол енді сол Европаның бүкіл ауруларының. Мен енді
сол жас кездің өзінде де соны орыстар таңғалатын тұғын. Бұл қазақтар қалай дейді, кәдімгі жүгіріп жүріп қарасаң туа салады дейді, барады. Бізге шығып оны мені алып таңғалатын ана әңгіме қылатын да. Біздер үшін дейді, ол қиямет дейді, ана қатындар ашқан жасайды. Бізге бала туу қиямет дейді да. Мен бір күні сол апарып тастадым да, өзім ана ақы неге роддомға апарып таңертең жұмысқа бердім. Жұмысқа келіп, соны енді автобус жүрмей, әлі автобус жүрмей, ерте жаңа жедел жәрдем шақырып апарып тастадым. Мен амал жоқ, аялдам отырдым да күттім. Сөйтсем ашып қояды екен да анау роддомның терезелерінің бәрі. Айқай, боқтау, өзім таңғалдым мынау жындыхана сияқты. Сөйтсем орыстар күйеулерін боқтап жатыр да, дым қалдырмай боқтайды екен да. Бір қазақтың дауысы естілмейді, мен орыстың дауысын танимын орыстың әйелді. Сонан кейін заводқа келдім, сосын қатындардың бәрі отырады, жаңағы нені тоқтатып қоямыз конвейерді, демалатын уақыт болады деймін. Сосын бәрін жинап алдым да сұрадым, енді орыстар ғой ылғи. Сосын айтты, сендер сөйтесіңдер ма дедім, жаңағы мен арадомға апарып тастаймын, боқтап басым, иә дейді. Ол біз сөйтіп боқтаймыз дейді, сосын үйгеннен кейін де боқтаймыз дейді. Қайтып енді тумаймыз, кейін ұмытып кетеміз дейді да. Күледі сөйтіп бұл. Ол қазақ әйелдерінің сонда соның бәрі қазір жұқты ғой қазір. Қазір енді қазақ әйелдер бала туылмайтын жағдай келді да. Міндетті түрде кесіп алу керек. Осының бәрі неден пайда болып жатыр? Осылардың бәрі өзіміздің қылығымыздан пайда болып жатыр да. Жәндіктенуден пайда болып жатыр. Соның бәрін жұқтырдық қазір. Сонан енді қазір бірден бәріміз керемет болып кеткіміз керек та. Мүмкін емес, қазір осы керемет деп жүргендердің өзі бұл бұрынғы түк еместердің төмен да. Бұрынғы замандағы түк еместерден төмен. Ұятың да, сенің басқаң да, арың да бәрі төмен. 8 нәрседен тұрады екен да. Қазір осыны түсіне алмай жатыр да. Қарап отырсаң талқылап жатыр, оны айта берсең да, ана Алла деген ұғым, Рахман деген ұғым, ол Алла деген ұғым, Рабы деген ұғым, Құдай деген ұғым, осылардың бәрі ол Аллалық сипаттар оны бізге білдіріп қойған. Осылардың бәрін бір неге жүйеге айналып жүрген да. Раб деген бір. Енді қазір Рабым Алла дейін, бір Алла деп бәрі. Бір Рабы деген. Енді сол енді Раб деген қандай Рабы саналады. Көрсетіп қойған да. Рабы ұғымы деген саналады ол. 8-бен байланысты да. 8-бен байланысты. Сондықтан қазақтың дәстүрінде деген сол тұр ғой ол. Рабымен байланысты. Бір деген сөз біздің сол дәстүрімізбен байланысты. Қазір бір Алла дейді да, ол дәстүрдің екенін білмейді. Енді қара. Мына сол Алланың бір басқарудың ғұламалығы сол қандай дәлелсін бүкіл бұнда жер бетін бәрі әйел арқылы тарайды да. Енді қарашы, енді әйел арқылы тарайды. Еркек арқылы ол қорғалады бүтін. Сол барып қайттан еркекке. Енді Алла деген барлық нәрсенің бауыры бейне. Сенің қандай сыртқы бейненің бәрінде сол Аллалық сипат. Сен көркем бейнеден не жараттың деді ғой. Алланың көркемдігі сол біздің бейнемізде тұр да. Ол қайда бір өрісімізде тұр. Барлық нәрсенің сыртқы қабы ол Аллалық сипат болды. Сондықтан енді сол сенің сыртқы қабың арқылы барлық нәрсе басқалады да. Сосын Алладан басқа тәңір жоқ дейтін сол. Сенің қабың арқылы мейлі қандай нәрсенің сыртқы қабы өріс арқылы кез келген нәрсені жояды, өсіреді. Міне Алладан. Оған бағыныштымыз біз. Енді мен де ең жақын дейді, сендердің дейді, күре тағыңнан да жақын дейді, мен сипаты. Ол не? Сол ана бір сипаты, ол ең ішкі дүниесі да. Соны қазір таптық деп жатыр ғой, бірақ әлі оның ар жағында да барса. Ол қандай мына? Ана Хипс бизон дегенді не қылды да жаңа. Коллайзерден өткізді, сөйтсек қана бәрін бөлшектеп Хипс бизон дейді да. Ана ең жаңа протонның өзін бөлшектеп жіберді да, сөйтті соны 13-ші элемент деді. Өзі 12 ғой. Ол қалай сонда дейді ғой. Сонда дейді бөлмеде біз 12 элемент адам отырмыз. Ана 13-ші кіріп келген кезде ол сырттан кіреді екен. Кіріп келген кезде болды, ана 12-мізде соған бағынып кетеміз. Сонда
ең адамның ішінде кішкентай нәзік нәрқыл сен басқар. Соны көрсетіп қой, сендердің дейді, ол мейлі қасқыр жесін, ол мейлі тазықтың қайда болсын, Алла оны келтіреді дейді да, біздің ана бел сүйегімізде тұрған кішкентай ғана дән. Соны көрген ол қаншама қызуменен, осы жер бетіндегі бар ең жоғары қызуменен, соны өртеп көрген, бәрі ана ішінде ақпарат тұр дейді да. Жойылмайды дейді. Сол арқылы басқалып тұр да. Сен сол бізде 8 көз дейді ғой, белде тұр ғой. Бел сүйекте тұр ғой. 8 арқылы басқарып тұр ғой. Сол енді сен бәрінен сен күре тамырыңнан жақын деген, күре тамырыңнан да жақын деген, ең жақын нәрсе не өзі ойлап көрші. Адам ең ішкі нәрсесі. Өзің ойлап қойшы, күре тамырыңнан да жақын деп тұр ғой. Сен барың жүргізіп тұрған қаныңнан сенің жақын деп. Ол қайда тұр ол? Өзің көріңдер. Қайда тұр ол? Мен айтып отырмын ғой соны. Сүйегің емес пе? Сен сүйегің болсаң, сенің тамырың не керегі бар саған, еттің не керегі бар? Сосын қазақта айтқан ең жақын не саған? Сүйек қой, сүйекке түсу дейді ғой. Сүйек емес па? Сүйектес болу дейді. Қызды бергенде айтады, еті сенікі, сүйегі менікі дейді бәрі. Солай ғой. Бәрі ана сүйегі менікі дейді. Сүйекті қорлауға болмайды. Сүйектің қазақта бірінші сүйекте тұр ғой. Сөз сүйектен өтеді дейді. Ататтырып сүйек сындырма дейді. Сүй деген сөзден болып тұр ғой. Сүй және ек. Сенің сүйгенің менің барлық нәрсең ек сон. Алланың сипаты сонда тұр ғой. Ең жақын сонда сен сүйегіңде тұрмын деп тұр ғой. Сен сүйегіңде тұрмын менмін деп. Бәрі естіп көріп тұрмын сен сүйегіңде тұрмын дейді. Ал міне жиналып тұр. Біз соны түсінеміз бе енді? Тұр ғой енді. Сонда қазақта тұр ғой осының бәрі бүкіл ғұламалықта, ғылымда бәрі. Енді сол қазіргі сол жанда сүйектен пайда болады. Сүйексіз сен етіңнен пайда болмайды жан. Жан сүйектен, сүйектің кеміктері бар ғой. Сол сөз арқылы. Сондықтан саған егерде сөз сүйегінен өтпеді ма, сенде жан жоқ. Болды. Сенде менді құдайлық сипаттың бәрі ол жабық тұр. Өлген жоқ, ол бар. Құдайлық сипат ешқандай болмайды. Бірақ ол жабық тұр. Сондықтан сүйегің сенің тазармай, сенің маңдай көзің ашылып, сен керемет болдым деген ол. Сүйек сол бірінші орында тұрады да, міне. Сүйектен кейін барып жүрек тұрады. Сонша Құранда айтады, бірінші нені жаратады? Сүйек жаратады бірінші. Сосын сүйекке бар кетті қаптадық дейді. Тұр ғой енді бәрі кезең-кезеңмен. Бар нәрсенің осындай. Сондықтан бас сүйек ең ішіндегі қадірлісі де бас сүйек. Ол бөлек. Сондықтан жаңа басты неге тартатын алын? Ол бас сүйек қадірлі, ол малдық тұрғыда. Ал енді сенің мендік нең ол, сол беліңде тұрған сол қандай жағдайда да келтіреді дейді. 8 көздеп тұр. Сосын қана біздегі жан баста белгі болатын. Осының бәрі айналып келгенде қазақта бүкіл ғылым біз әне түсінген. Сондықтан қазір қанша айтып жатыр, сол мен сүйегіне жеткізе алмай жүрмін де şimdi. Сүйегіне жеткен адамды естіген емеспін, көрген де емеспін. Шымбайына батады дұрыс, ет ауырады. Мен кейде жүрегі де ауырады кейбіреулерінің. Бірақ сүйегінен өтсе ол басқаша болар еді да. Сүйектен өтсе ол ұмытылмай қалар еді да. Ол жазылып қалады. Сүйектен өткізу қиын. Сүйектен өтпейді қазіргі адамның десін сөз. Сүйектен өткізсем бірінші айнұр өткізер едім да, ең жақын деп. Қойдым өткізе алмай, қанша айтып, өтпейді бәрі қайтып. Сон сүйегінен өтсін деп кейде маған сон айтады ғой, дауысы өзгеріп отырады дейді. Мұратқан жазыпты ғой, дауысы өзгеріп отырады, бір сияқты деп. Оны ана сол топас ненің десті да, егерде басқа болса, мынау мен сұңқармын деп, жүрек асылым деп, егерде не болса, онда жарайды, онда қойға болады. Ай енді өзім сұңқармын деп осындай жүріп, сондай сұрақты сондай айтқанда, ол топас надандық та. Себебі мен бұның себебін баяғыда айтып кеткенім да. Мені анау көрдің бе, анау кейде отырғанда, мына Айболат айтады ғой енді, мен Тоқберген ағаны аштым дейді. Оны ашқан жоқ, келінше мен оны әбден сүйегінен өткізуге тырысып, үнемі солменен екеуміз
көп нәрсені ажыратып тастайтын, ұрысып кететін, кейде сөзін бөліп кететін. Мен соның тақырыбында отыратынмын да, жиілігінде. Соның жиілігінде. Себебі оның түсінбейтін нәрсені мен тоқтатып қояды. Даусым өзгереді. Тоқтатып қояды. Ана кіріп баратсам, тоқтата қояды. Ол жағдай бірінші мен байқағаным, бір жігіт айтты, мен сіз бір әңгіме айтып отқан кезде басым деген жарылып кеткен, боқтап жаздадым дейді да. Сіздің ана сөзіңізден адам денесінің бәрі, мен ішім бәрі өртеніп кете жаздады деп. Сосын бәрін абайлап сөйлейді, маған айтты, абайлап сөйледі, ескерткен. Сосын мен үнемі өзім дыбысыма қарап отырамын. Анаға өтпей баратқанда, ана дауыс көтеріле береді, болмай баратқанда сосын басқа тақырыпқа ауысып кетемін. Тақырып ананы тоқтата қоямын. Сондықтан ана көбісі түсінбейді, ой, бұл қаяқтағын айтып кетті дейді да. Ол сүйегінің әбден қарайып кетсе, қаяқтан түсінеді ол. Сүйектен өткізіп тыңдау ол әркімнің қолынан келмейді ол. Ана қолда қазіргі, ол енді неден біліне болады, дауыс өзгеріп. Мысалы, сол мұратқандар, сол зікірдің оның Minha não vai dar.